Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы зекет қорының ұйымдастыруымен ел үлесі пәтерге жобасы бойынша кезекті баспананы тапсыруға келдік. Бұл жолғы баспана иесі өте ерекше, өйткені бұған дейін қанша жыл пәтердің зардабын тартып келген. Бұл турасында біз арнайы бүгінгі сюжетімізде толыққанды айтамыз. Мына аядай ғана темір дөңгершекті 4 жыл мекен етіп, тағдыр тауқыметін тарту кімге оңай дейсің? Қиналғанда қарақат сатып күнелтті, басқа түссе баспақшыл деген, бірақ сынаққа сынып кетпей, қайсарлық таныту Келімхановтар отбасының қолынан келді. Сол бір сынақтың қайтарымы болар. Бүгін бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы өзі бастап кейіпкерімізді қуантуға келіпті. Мынау біздің имамдарымыз қаладағы, біздің мынау кәсіпкер бауырларымыз бірге бүгін сіздің шаңырағыңызға деп айтсақ болады, құттықтауға келдік. Мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атынан әуелі Алла, одан кейін біздің мынау жылы жүректі жандар деп жатырмыз ғой. Мұғалімдер күніне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атынан, зекет қорының атынан ел үлесі пәтерге деген қайырымдылық акциясының аясында сізге мына үйді сыйлап отырмыз, қабыл алыңыздар. Айта кетейік, Майя Сафонқызы Қоянды ауылындағы орта мектепте география пәнінің мұғалімі. Ал отағасы әскер 4 жыл бұрын басынан ауыр соққы алып, еңбекке жарамсыз болып қалған. Әйтсе де бұл тауқымет те өтпелі екен. Талай ауыр күндер артта қалды деген ұстаздың қуанышына бәріміз де ортақтастық. Ал құтты болсын, Аллаху акбар. Ал кәнеке, бисмиллахир-рахманир-рахим деп кірейік кәнеке. О, бисмиллах. Кәнеке, ал, о, бисмиллах. Йо, бисмиллах. Келіңіздер. Көп рахмет сіздерге. Әрбір қазақтың баласы, әрбір қазақтың отбасы баспаналы болса екен, арманымыз сол. Зекет қоры мен Нұр-Сұлтан қаласы өкілдігі жаңа баспанаға қажетті заттарын түгел алыпты. Тіпті қыстың қамын қарастырған имамдар көмірге дейін түсіріп қойғанын көрдік. Қайсар отбасының қуанышына ортақтасып, сыйлығын ала келген сенатор өз ойын былай жеткізді. Маяның оқиғасын естіп, көзіме жасты алдым. Өйткені расында да қандай қайсар келіншек, қандай қайсар ана, сынаққа мойымай, жақсылық күндер болады әлі деп үмітпен өмір сүрген азаматтарға Алла береді. Мен бұған бүгін тағы бір көзім жетіп отыр. Ел үлесі пәтерге жобасы аясында табысталған 279 баспана кілті осылайша ұстазға бұйырыпты. Мағжан ақын Алталаштың баласы бас қосса төр мұғалімдікі демеп еді. Сауапты іске демеу білдірген азаматтар да ұстазды қадірлеу шәкірттің парызы дегенді айтты. Ұстаз деген өте маңызды. Егер тақуалы жақсы ұстаз болса, ол ертең біздің болашақ балаларымызға жақсы үлгі тәрбие береді ғой. Бізді сол ұстаздардың арқасында осындай деңгейге жеткен себебі сол біріншіден Алланың арқасында, соның енді ұстаздың арқасы жаңағы бізге. Сондықтан сондай ой пікір болғаннан кейін ортаға ол сұрақты салдық, жаңағы ұжымымызда, сол ұжымымызда соны пікірлесіп, сондай шешім қабылдадық. Талай жыл тар бөлмеде күнелткен отбасының енді сәулем баспанасы бар. Қуықтай вагонда қонақ шақыра алмадық, тіпті оқушыларымнан қысылатымын. Енді осы шаңырақтан қонақ пен береке үзілмесе екен деп барша жандарға үй иесі де ақ тілегін арнап жатты.